Одан кейін тағы бір маңызды мәселе бар. Біз мына ресейлік телеарналардың қызметіне шектеу қоюымыз керек. Бізде қазір сол ресейлік ақпарат кеңістігінде өмір сүретін біраз отандасымыз бар. Сол ресейдің пропагандасына тойып алған. Ол ұлтарасы мәселелер Қызылжар болсын, басқа жерлерде туындап та жатыр. Енді қараңыздаршы, менің үйімде теледидар тұр. Менен еш рұқсат сұраған жоқ. Үйіме кіріп алды сол ресейлік болсын, басқа да телеарналар. Соны көрген менің балаларым уланып жатуы мүмкін. Сондықтан пускай олар бізге ақша төлесін кіргені үшін. Біз соны саралап шектеу қоюымыз керек. Екіншіден мына рейтинг деген нәрсе бар. Білесіздер ғой, телеарналардың рейтингісі қалай өлшенеді. Мына халықтың саны 100 мыңнан асқан ірі қалаларға 1000-2000 адам үйіне қондырғы қояды, сонымен өлшейміз. Ана рейтингке қарасаң, бүкіл қазақ бізде мына пусть-говорят көретін сияқты. Халықтың жарысы 40% қайда тұрады? Ауылда тұрады. Бірақ ауылдықтар есепке алынбайды бізде. Сонда ауылдың тұрғындары адам емес пе? Біздің қазақша бағдарламалардың ғұмыры қысқа болатын да сондықтан. Мысал үшін домбыра дейтін телеарна бар бізде. Ал байқұс иесі бүкіл өңірлерді аралап, өз 4 камерасы бар. Дәстүрлі әншілерді, біздің күйшілерді түсіріп, сол YouTube-тан беріп жатыр. Яғни Алматы ТВ-ға болсын, неге қосылмайсың десем, айына 600 мың теңге төлеуім керек дейді. Мен сізден үнемі сұраймын дейді. Бір жылға 7 миллион теңге керек. 2 жыл төлесе 14 миллион ғой шығыны. Одан кейін Алматы ТВ тегін қосады дейді. Біз ұлттық өнер, өзіміздің домбыра сияқты телеарналарды неге қолдамаймыз? Мәселен, қалаулым қанша? 3 сағаттық эфиріне 2 миллион теңге кетіп жатыр, бөлінеді. Сонда 1 жылдық бюджет 7 миллион теңге бере алмаймыз ба домбыра сияқты арналарға? Мен сенбеймін, бүкіл қазақ тек қана получить, пусть-говорят көреді дегенге. Сондықтан министрлік, біз ауылды есепке алуымыз керек. Оларға да өлшеуіш құралдарды енгізуіміз керек. Білмеймін, сауалнама жүргізесіздер ме, ауылдағы әрбір үйді аралайсыздар ма, өлшеуіш құрал қоясыздар ма? Это ваша проблема. Ресейлік телеарна көрмек түгіл, біз оларға ақша төлейміз. Яғни біз уды өзіміз сатып аламыз. Осы ең алдымен біз төлеуді мәселені шешу керекпіз. Яғни біз сіз кабельный операторға ақша төлейсіз ғой, мысалы айына 5 мың, иә? Вот сол 5 мыңның ішінен 3 мың олар Ресейге төлейді. Сондықтан біз осы мәселе бірінші осымен жұмыс істейміз. Яғни біз сыртқы ақпараттық кеңістерге, сыртқы каналдарға ақша төлемеуді тоқтатамыз. Ал керісінше қазақстандық арналар осы Алматы ТВ-ге кіру үшін ақша төлейді. Вот в чем деформация информационного пространства. В том, что мы платим иностранным каналам, а в то время как наши отечественные, наоборот, платят кабельным операторам.